Бәрі жақсы. Сондықтан, Кабиб тағы да осында. Енді бұл бейнеде сап туралы айтылады. Бұл кешегі жазбадан кейінгі күндегідей. Бәрі жақсы. Сондықтан, соңғы бейнеде біз тәуекелі жоғары және тәуекелі төмен жазбалар туралы айтып отырмыз. Солай емес пе? Енді бейнеде біз сап туралы айтып отырмыз. Яғни біз бірінші, екінші, үшінші және төртінші нөмірлер туралы шешім қабылдадық. Енді біз жымжыға көшеміз. Олар не істегілері келеді. Сондықтан бұл керемет. Бәрі жақсы, біз бұл жерде бір екінші аймақтың бүйір жағында орналасқанына қарап аздап көре аламыз. Үшінші нөмір, баға аймаққа кіреді. Төртінші нөмір, кемпі. Сондықтан, біз мәмілені жабу кезінде не істегіміз келетіні туралы осы құрылымды іздейміз. Демек, төртінші нөмір жымж. Ендеше, жымжыға тереңірек үңілейік. Ендеше, осы жерден көріп отырғанымыздай, біріншіден, бұл аймақ, екіншіден, жағы, үшіншіден, баға аймаққа жақындап қалды. Төртінші нөмір, баға сізге береді, және сіңіру сәтсіздікке ұшырайды. Сонымен қатар тегі сіңіру, өйткені есіңізде болсын, біз 3 уақыт аралығын пайдалануымыз керек. Егер бағаның жоғары болуын қаласақ, біз 3 уақыт аралығын пайдалануымыз керек. Біз бастаймыз. Күн сайын біз H4-ке, содан кейін H1-ге ауысамыз, өйткені біз сап үшін 3 уақыт аралығын қолданамыз. Сондықтан саптен күнделікті ауысу, күнделікті қай аймақты таңдағыңыз келетіні сізге байланысты. Не күнделікті, не 4,10 бұл сізге байланысты. Сондықтан бұл жерде күнделікті болса, содан кейін біз мұнда кемпеге көшеміз. Біз көріп отырғанымыздай, текі кемпе сізге сіңіру, плюс сіңіру ақауын береді. Бұл жерде көріп отырғанымыздай, бұл жасушаның құрылымы. Бірінші серпіліс, содан кейін екінші серпіліс. Біз бұл жерде бағаны аздап көре аламыз. Бұл сізге қазірдің өзінде толық құлдырауға мүмкіндік береді. Сондықтан, баға көтерілуі мүмкін, бірақ сол жағы жай ғана H1 бүтін. Сондықтан H1-ге көшейік, өйткені H4-ті қазірдің өзінде H1-ші жасады. Біз мұнда көріп отырғанымыздай, H1-і қазірдің өзінде H4-тің серпілісі болып табылады. H1-ші аймағына оралу түймесін басыңыз. Содан кейін күнделікті H4,10-нан. Күнделікті сол жақтағы аймақ. H-тінде бұл. Жоқ, мынау. Абсорбция ақауы және сол жақтағы абсорбция. Бұл жай ғана ілмектен шығып кетті дегенді білдіреді. Сондықтан, біз осы жерден көріп отырғанымыздай, H4-ке тоқтаңыз. Аймаққа кірген кезде басыңыз, бұл жерде сізге абсорбция береді. Демек, біз көріп отырғанымыздай, бұл жерде абсорбция бар. Демек, бұл біздің рекордымыз. Жарайды, солай болды. Ерекше ештеңе жоқ. Бәрі жақсы, оны қиындатпаңыз. Мұны есте сақта, қарапайым. Қарапайым және логикалық, сапқа негізделген. Бір сап жасалды. Күнделікті жұмыс, бұл аймақ. H4-те қазірдің өзінде аяқталды. H1-і қазірдің өзінде аяқталды. Сатып алу үшін төлейтін бағаңыз. Сондықтан, мұны есте сақтаңыз. Жарайды, сауда көрмесіне барайық. Мен саған осы жерден бір мысал көрсеткім келеді. Біз мұнда көріп отырғанымыздай, баға қазірдің өзінде дұрыс өсіп жатыр. Бұған дейін, біз мұнда көріп отырғанымыздай, сіз күнделікті сатумен айналысатын баға. Сондықтан әрқашан есіңізде болсын, бағаның жай ғана төмендеуі маңызды емес, тек көлеңке. Егер баға сату аймағында ұзақ уақыт бойы өзгеріп тұрса, солай емес пе? Сондықтан алдымен бізде аймақ болады.
Екіншіден, біз аймаққа бүйірден кіреміз. Бізде аймаққа кіреміз. Демек, үшінші баға аймаққа бүйірден кіреді. Төртіншіден, төртінші нөмірдің қай жерде екенін көруіміз керек. Сондықтан, мұнда көріп отырғанымыздай, мұнда күнделікті ауыстырып, қосқыш жұмыс істейді. Сондықтан, 4 бүтін біз H4-ке іздейміз. Прайс осында келеді. Сондықтан, олар мұнда сатуға мүмкіндік береді. Біз көріп отырғанымыздай, солай емес пе? Мен айтқанымдай, баға қазірдің өзінде жақындап қалды. Олар төмендеп жатыр. Содан кейін олар сатуға мүмкіндік береді. Сондықтан, біз күн сайын аймақ ретінде Х аймағына, содан кейін Х1 аймағына бүйірден кіреміз. Демек, бұл 4 бүтін оннан, бұл аймақ, Х1 оң жақта. Жарайды, H1-ге назар аударайық. Сонымен, H1-де көріп отырғанымыздай, сіз жүргізетін баға осы жерде сатылады. Біз мұнда көріп отырғанымыздай, баға серпілісі аймаққа еніп жатыр. Неліктен мен сізге кіру ақысының 50% үлесін беремін? Әдетте, егер сіз менің өтінішімді қарасаңыз, мен оны 50% деп қабылдаймын. Себебі неге? Өйткені мен тоқтату, жоғалтуымды пайдаланбаймын. Мен open пайдаланамын. Неге байланысты? Cut loss пайдаланамын. Егер сіз ылды осында қойсаңыз, мысалы, әдетте шамамен 20 солай емес пе? Осылайша, біз осы жерден көріп отырғанымыздай, мұнда 20 бар. Қазірдің өзінде түртіңіз. Қазірдің өзінде түртіңіз. Қазірдің өзінде түртіңіз. Содан кейін, мысал 0,100-ден 1 ия, бұл бар болғаны $2. Егер 0,100-ден 10 болса ше? Сіз $20 өртеп жібергіңіз келетіні анық, солай емес пе? Мен бұған әрқашан қарсымын. Егер сіңіргіш денемен үзілістің бағасы бұл жерде сәтсіздікке ұшыраса, баға аймаққа қайта оралады. Мен төмендеймін, солай емес пе? Есте сақтау керек. Мен әдетте жоғалтуды тоқтатуды ашамын, солай емес пе? Мен айта алатын бірнеше мысалдар бар. Мен сізге тағы не көрсете аламын? Бізде тағы не бар? Сондықтан баға серпілісі және серпіліс. Содан кейін біз сізге осы жерде қызықты өрісті береміз. Көріп отырғанымыздай, егер біз Х4 аймағына секірсек, онда бұл аймақ қазірдің өзінде 4 бүтін оннан өйткені біз 3 уақыт аралығын қолданамыз, солай емес пе? Х1 және 15 бүтін. Демек, Х бұл аймақ Х1 бүтін оннан. Баға жақындап келеді. Бағаның бұзылуы аймаққа жақындап келеді. Біз H1-ін іздеп жатырмыз. Олардың ішінде не бар екенін көрейік. Х1 бүтін оннан. Бағаның бұзылуы. Біз іздеп жатырмыз. H1 үшін. Бағаның бұзылуы осы жерден H1-ін іздейді. Солай ма? Баға серпілісі аймаққа жақындап қалды. Біз береміз, біз 15-ке кіреміз. Өйткені біз 3 уақыт аралығын пайдаланамыз. Солай емес пе? Осылайша, баға серпілісі аймаққа қайта оралуда. Есіңізде болсын, кешіріңіз, Х1 аймақ ретінде. Бұл Х1 бүтін. Содан кейін, сол жақта, қалғаны не? Бұл 15. Біз мұнда көріп отырғанымыздай, бұл 15 аймағы. Біз 50% қарыз ала алатындықтан, шамамен 20-38-ге кіре аламыз. Сондықтан бәрі жақсы. Егер баға қазірдің өзінде көтеріліп кетсе, біз шығынды азайтамыз. Шамамен 10-20%-ға. Сондықтан, бұл сіздің тәуекеліңізге және арақатынасыңызға сәйкес келетін жақсы нәрсе. Мен сізге бұл тәуекелдің не екенін және сіз іздеген арақатынасты кейінірек көрсетемін. Бәрі жақсы. Жарайды. Келесі мысал. Баға серпілісі, серпіліс және серпіліс.
Содан кейін кенеттен баға серпілісі біздің күндізгі аймаққа енеді. Сондықтан бұл шын мәнінде жанама әсер. Баспасөз нөмірі 2. Бұл бірінші аймақ. Сонымен, баға аймаққа қайта оралуда. Ал төртінші нөмір. Мен сізге дәл қазір осы сапты көрсетіп жатырмын. Солай емес пе? Сондықтан, мұны әрқашан есте сақтаңыз. Әрқашан сапты есте сақтаңыз. Жарайды. Тағы не? Мұнда біз интернеттен көбірек көре аламыз. Маған жабысыңыз. Бәрі жақсы. Жақсы. Бұл сіздің нұсқауларыңыз үшін өте жақсы үлгі. Менің айтқанымды көріп тұрғаныңыздай. Мұның бәрі мен айтқанымдай аймақтан аймаққа бағытқа байланысты. Солай емес пе? Олар аймақтан аймаққа қарай ойнайды. Көріп отырғаныңыздай, баға рекордтық төмен, баға немесе керісінше бұл жерде өсіп жатыр. Міне, осы жерден көріп отырғанымыздай, егер попқа қол жеткізілсе, баға төмендеуі мүмкін. Сонымен, қашанға дейін? Осылайша, біз көріп отырғанымыздай, бұл жерде күн сайын бағаның құлдырауы және бүйірлік қозғалыс орын алуда. Сонымен, біріншіден, бұл аймақ, екіншіден, бүйірлік қозғалыс. Үшінші баға аймаққа жақындап келеді. Ал төртінші нөмір, КМП. Сондықтан, көріп тұрғаныңыздай, Қытай аймағындағыдай күнделікті. 4. Қай жерде орналасқан? Баға серпілісі аймаққа қайта оралуда. Бұл жерде көріп отырғанымыздай, бұл 4 аймағы. Сондықтан келесі аймақ туралы жаңылыстырып алмау үшін, сіз өзіңіздің тік сызығыңызды бұзылу аймағына сыза аласыз. Содан кейін тағы не болады? Сіз бірінші аймағында күтуіңіз керек. Осылайша, біз көріп отырғанымыздай, бұл жерде бағаның серпілісі, аймаққа қайта оралу. Содан кейін бұл жерде сіз сатуды ұсынып отырған баға шамамен 50 пункт. Бірақ бәрі жақсы, жай ғана жақсы. Бұл туралы алаңдамаңыз, өйткені аймақта шамамен 15 пункт бар. Сондықтан сіз тәуекелмен арақатынас туралы кейінірек білуіңіз керек. Иә, сондықтан бұл біздің аймақ, содан кейін келесі аймақ. Дұрыс. Сондықтан, бұл жұтатын жасуша және ол да жұтатын жасуша. Олар еден, еге дейін деп атайтын нәрсені бізде осында 50% алдық. Демек, бұл біздің біздің 3,000 солай емес пе? Жарайды. Дұрыс. Ары қарай не болады? Пресс-релиз аяқталғаннан кейін не болатынын мына жерден қараңыз. Баға төмендегеннен кейін баға төмендейді, босайды және босайды. Содан кейін күнделікті ағымға енеді. Мұнда көріп отырғанымыздай, мен бұрын айтқанымдай, бізде сатып алуды сіңіретін ештеңе жоқ. Сондықтан бізде оңай сатып алатын ештеңе жоқ. Сондықтан баға көтерілмейді. Мұндағы айырмашылық мынада, өйткені мұнда көріп тұрғаныңыздай, оларда бұрыштық нәрсе бар. Бәрі жақсы, сондықтан мен айтып өткенімдей, аймақ бұл жалғыз аймақ. Аймақ пен КМП арасындағы айырмашылық неде? Сондықтан қазір күнделікті және H4-те осында. H1-де қалды. Солай емес пе? Келесі не болады бірінші? Сондықтан күн сайын аймақ ретінде 4-ші КМП-де не қалды? 1,10. Біз мұнда көріп отырғанымыздай, бағаның нақты айырмашылығын көріп отырмыз. Мен белгісін қоюым керек. Сонымен, біз толтырған 4+ толтыруды толтырдық, ол қайда?
Күте тұр. Жақсы. Сондықтан сол жағы бір бүтін. Біз көріп отырғанымыздай, бұл жерде нөрт серпілісі бар. Баға аймаққа еніп, сізге жоқ, 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 жоқ дегенді береді. Кешіріңіз, кешіріңіз, кешіріңіз. Күте тұрыңыз. Мен төрттегі үзілістің қай жерде екенін тексеруім керек. Бір жолды қойыңыз, жарайды. Содан кейін бірге. Сондықтан H1-де де біз көріп отырғанымыздай, бұл жерде баға аздап көтеріліп жатыр. Солай емес пе? Аймаққа кіру сізге қызықты сатып алуды қамтамасыз етеді. Сіз өзіңіздің 50% іздес осы жерден және сол кезде ала аласыз. Баға өсіп келеді. Тәуекел шамамен 20-30 балды құрайды. Сондықтан бұл жақсы нәрсе. Сонымен, бұл қанша тұрады? Егер сіз осы жерден осы жерге жете алсаңыз, шамамен 20-30 ұпай. Сондықтан бәрі жақсы. Баға тек көлеңкемен ойнайды. Көлеңкені қалай жазасың? Көлеңке. Олар денеге жабылмайды. Сондықтан бұл туралы ешқашан алаңдамаңыз. Жақсы ма? Бағаның құлдырауы, содан кейін бұл үлкен пипс сияқты. Менің ойымша, 500-ге жуық нәрсе бар, сондықтан бұл өте көп. Бұл орасан зор, орасан зор, орасан зор, орасан зор пайда. Сондықтан келесі, тағы не? Біз мұнда көріп отырғанымыздай, сіз мұнда үлкен пайда табатын баға. Серпіліс аймаққа қайта оралады. Содан кейін үздіксіз көтеріледі. Мұнда көріп отырғаныңыздай, 4,1 миллионнан 1 және 15 параметрлерін реттегіңіз келсе, H бағасы да жақсы. 5-ші аймақ ретінде, 1 бұл серпіліс, содан кейін біз H1-ін іздейміз. Сондықтан біз мұнда көріп отырғанымыздай, H аймағы 4, содан кейін H1 іздейді. Жарайды, мен жағдайды көргім келеді. Бұл жерде көріп отырғанымыздай, жағдай жақсы емес. Кейде бұл онымен мәміле кезінде де болады. Олардың көпшілігі 1-2 мәміле осылай өтеді. Сонымен, біз көріп отырғанымыздай, баға аймаққа еніп, сізге қызықты сатып алуды қамтамасыз етеді. Содан кейін тағы не болады? Бізде аймақ сызығы, тік сызық, содан кейін 15 бар. Сондықтан, біз бұл сұмдықты жеңе алмаймыз. Жарайды, біз басқа қондырғыны табуымыз керек. Бұл маңызды емес. Бұл да жақсы. Қараңызшы, 1, 2 бүйірден, 3, біз аймаққа жақындап келеміз. 4, МР аймағы бар. Тек бір аймақ. Жұмжы сізге не береді? Не төмен түседі, не үздіксіз көтеріледі. Жақсы ма? Сондықтан, мұны есте сақтау керек. 4,1 сағат. Сондықтан, КМП-ге қарап, аймаққа келу түймесін басыңыз, сонда олар H-ті КМП-ге қосулы күйіне ауыстырады. Сол жақ 1, сол жақ 15. Сондықтан 15 қайда? Қараңызшы, баға серпілісі аймаққа жақындап қалды. Біз қазірдің өзінде енгізіп жатырмыз. Содан кейін баға серпілісі 16 пункт шегінде. Сондықтан, бұл маңызды емес. Серпіліс болғаннан кейін, баға аймаққа қайта оралады. Біз оны алдымен төмендетеміз, өйткені біз көтергіміз келетін бағаны білмейміз.
Сондықтан сап сізге дайын болғанша алдымен қысқарту керек. М15 пен. Сондықтан, біз мұнда көріп отырғанымыздай, бағаның серпілісі маңызды емес, және мен сізге сатылымды сіңіруге бұйрық беремін. Біз көріп отырғанымыздай, мұнда H4-те осында, H1 осында, серпіліс аймаққа кіреді. Мон 5 серпілісі осы аймаққа кіреді. 50% және 3. Тәуекел туралы не деуге болады? Біз тәуекелді шамамен 15 пункт деңгейінде көріп отырмыз. Бұл өте жақсы. Ол 20-дан 30 пунктке дейін жетеді. Бұл кіру үшін жақсы қатынас. Бәрі жақсы. Мен алдымен төменгі уақыт шеңберіне барғым келмейді. Өйткені мен саған ағашта қалай істегін келетінін үйреткім келеді. Баға көтерілмес бұрын осы жерден қарап көрейік. Мұнда көріп тұрғаныңыздай, құрылым өте жақсы. Біріншіден, бұл аймақ, екіншіден, бүйірлік баға, үшінші баға осы аймаққа кіреді. Содан кейін, төртінші нөмір кемпі. Сондықтан оларда не бар екенін осы жерден көрейік. Қытесінші аймақ ретінде не қалды? Сондықтан қараңызшы. Баға сізге осы жерде H1 береді. Содан кейін баға серпілісі аймаққа енеді. Мон 5 сатып алуды іздейді. Мұнда көріп отырғанымыздай, баға серпілісі 50% аймаққа енеді. Тәуекел қаншалықты үлкен? Шамамен 10 ұпай. Жарайды. Сонда олар қанша ұпайға барады? Шамамен 40 ұпай. Мұнда не болды? Өйткені бізде сіңіру камерасы бар. Ол арқылы өту мүмкін емес. Сондықтан біз оны жол тосқауылы деп атаймыз. Сіз кіргеннен кейін жол тосқауылына қарауыңыз керек. Әрқашан жол тосқауылына қараңыз. Егер жол тосқауылынан өте алмаса, баға аймаққа қайта оралады. Мен мұны олар төмен түскісі келетіндей, немесе үнемі жоғары көтерілгісі келетіндей етіп жасадым. Сондықтан, жол тосқауылыңызды қараңыз. Сондықтан, скалпингті орнатуды бастамас бұрын, алдымен жол тосқауылына секірейік. Жарайды. Бұл келесі бейне үшін болуы мүмкін. Мен жол тосқауылын жіберумен айналысамын. Сапты көргеніңіз үшін рахмет. Келесі бейне үшін бұл жол тосқауылында, бірақ бұл туралы